қызға аттаған, бірі отбасының тұңғышы, бірі кенжесі, ата-әжесінің сүйікті де еркесі болып жүрген ұл қыздарымыз өздерінің ең алғашқы оқулығы болған әліппемен бүгін қоштасқалы отыр. Ендеше кішкентай бүлдіршіндеріміздің білім өлкесіне қарай басқан алғашқы қадамдары құтты болсын. Балалар, мен бүгінгі мерекемізді сендерге сұрақ қоюдан бастағым келіп тұр. Ал сендер оған жауап айтсаңдар. Іші толған әріпке білімдегі жарық не? Жарайсыңдар балалар. Олай болса бәрімізге ең қымбат әліппені ортаға шақырамыз. Кәне бәріміз бірге. Оқимыз қазір ертекте, үйреткен оны әліппе. Алфавитті үйрендік, онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Әліппе менің әліппем, сені қолға алып мен есігін аштым мектептің, ертеңгісі жарықпен. Деген талап, көңілмен қалап, талапты бол сенде оқып жақсы сабақ. Деген гүлім, көйлем түнді, гүлмен бірге сенің, күлім дейді күнім. Рахмет саған әріппе, көп нәрсені үйреттік, таныстырып әріппен тақылдатып жүреттік. Ірімшікті жедім ғой, тәтті екен дедім ғой, ірімшіктің атауы әрімен басталады. Ең алғаш алған әріппені қызығып қарай берім әріптерге. Мен үшін жұмбақ қалар еді, ұстазым оны көрдіп алып берді. Р деген ретте, рет-ретмен бетте, дәптер кітап бәрін ретсіз шашып кетпе. Енді біз жаза білеміз, әріпті қосып әріпке риза боп саған жүреміз. Сүйікті біздің әліппе. Таныстырған қырық әріппен, қош бол менің қасиетті әліппем. Сенің атқа ораза аламын, сауатты адам сауатына кірген. Білім деген қазақтың әліппесін меңгерген, келешегі қазақтың басталады біздерден. Ізгілік тоқитын, шәкірт боп бізді оқитын, әліппе атты кемемен
Әліппем білім мұхитым. Әліппе білім бұлағы, әліппе өмір шырағы, әліппе білім көзі, әліппе мұғалімнің асыл сөзі. Оқитын әрі жазатын, білімге қол созатын, оқысы болып сауапты, білімнің тегін қазатын. Міне менің әліппем. Жақсы оқимын сауатты, әріпте танып мен. Әліппе білім анысы, әліппе кітап. Жақсы кітап
пердеңді алдай күннің алдынан келді. Ожаратқан баланы сақтай көресің, тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме. Ей, айқайла, қайпайла, думандап той тойла, шаңда көкті айнала, алда кетті қайбала, басқан жынды тоқтамай. Ей, айқайла, қайпайла, думандап той тойла, шаңда көкті айнала, алда кетті қайбала, басқан жынды тоқтамай. Сәлеметсіңдер ме балалар, туған елдің тілімен, ақылым мен тағылым түсіндірер ме? Біздің ата-аналарымыз, ұстаздар, кішкентай ғана бүлдіршіндеріміз. Мінекей, осы уақытымызда келді. Бүгін мұны әліппемен қоштасып жатырмыз. 42 әріптің барлығын біз білдік, таныдық. Бар кітапқа бас болған әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы дей отырып, құрметті Біржанұлы Айбар, сені бар ғылымның беташары, әліппені табысты аяқтауымен құттықтаймыз.
Дәл осындай аталыммен Егенбердиев Руслан марапатталады. Қошеметтеп отырайық. Әліппе кешіне тұспа-тұс келген оқушымның туған күні бар. Дінмұхаммедтің туған күні. Қайда Дінмұхаммед келе ғой? Құттықтап берейік мерекелермен құттықтаймын. Біздің бұл ең алғашқы мерекеміз, иә? Бізді қолымызға алғаш алған кітабымыз қандай? Әліппеден біз көп нәрсені үйрендік па? Иә! Жарайсыңдар. Сол бүгін әліппемен қоштасып жатырмыз. Сендер көп нәрсені сол әліппеде үйреніп, жазуды, оқуды үйреніп, ары қарай енді осы білімімізді алға қарай жалғастырамыз, жарай ма? Иә! Бүгінгі міне осындай мерекеде ең бірінші ата-аналарға алғыс айтқым келіп тұр. Осындай балаға дастархан жасап, кіші болсам да әйтеуір сөзіңді тастамай, киім десе киім барын алып беріп жатсыздар. Рахмет сіздерге. Осындай әйтеуір емшілдігіміз ажырамасын, сіз бізде жүре берейік. Емшілдігіміз ажырамай, балаларымыз үшін бірге жұмыс жасай берейік. Сіздерге көп-көп рахмет. Ал балалар, сендер мерекелермен құттықтаймын.